Сәлеметсің бе, құрметті оқушы? Бірінші сабағымызға қош келдің. Бүгін біз әріптерді буындап оқуды үйренеміз. Бұл А әрпінің баспа түрі. Баспа түрін кітаптан көреміз. Ал бұл А әрпінің жазбаша бас және кіші әрпі. Суреттерге қарай ғой. Автобус, апельсин, алмұрт, алма сөздері А дыбысынан басталады. Төмендегі суретке қарай ғой. Балалар не істеп тұр? Дұрыс айтасың. Ән салып тұр. Қайтып әндетіп тұр екен. Бірге оқып көрейік. Деп әндетіп тұр. Өте жақсы. Сен А әрпін оқыдың. Келесі әрпіміз Т. Т дауыссыз дыбыс. Бұл баспа Т әрпінің бас және кіші әрпі. Бұл Т әрпінің жазбаша түрі. Тасбақа, тиын, торт, таңқурай сөздері Т әрпінен басталады. Суретке қарай ғой. Суретте кімді көріп тұрмыз? Ата. Ата не істеп тұр? Ата атқа мініп тұр. Қолында несі бар? Атаның қолында бүркіт бар. Ата қайда жүр? Ата жайлауда жүр. Қане, бірге оқып көрейік. Ата. 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 Ат. 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 Өте жақсы. Келесі әріпке назар аудар. Үшінші әрпіміз П әрпі. Бұл П әрпінің баспаша түрі, бас және кіші әрпі. Бұл жазбаша түрі. Баспа түрін кітаптан көреміз, жазбаша түрін дәптерге жазамыз. Пышақ, піл, поезд сөздерінде П дыбысы кездеседі. Суретке назар аудар. Кімді көріп тұрмыз суреттен? Әжені және немересін көріп тұрмыз. Әже мен немересі не істеп отыр? Әже қазан ошақта тамақ әзірледі. Немересі әжесіне қарап отыр. Әжесі мен немересі қайда отыр? Әжесі мен немересі жайлауда. Жайлауда не бар екен? Жайлауда киіз үйлер бар. Тау, жасыл желекті алқап бар екен. Қане, бірге оқып көрейік. Созып, әндетіп оқимыз. Апа. 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 Келесі сөз тап. 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 Өте жақсы. Келесі әрпіміз бұл Н әрпінің бас және кіші әрпі. Бұл баспа түрі.
Бұл Н әрпінің жазбаша түрі. Жазба түрін дәптерге жазамыз. Найзағай. Нар. Бір үркешті түйені нар деп атаймыз. Нарғыз гүл. Нан сөздері Н дыбысынан басталады. Суретке зер сал. Нені көріп тұрмыз, балалар? Иә, анашым дастархан жасады. Анашым не турап жатыр? Анашым нан турады. Өте жақсы. Қане, бірге оқып көрейік. Ана, 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 ана. Нан, нан, нан. Өте жақсы. Құттықтаймын. Сен Н әрпін оқып үйрендің. Келесі 5-ші әрпімізге назар аудар. 5-ші әрпіміз Ғ әрпі. Бұл Ғ әрпінің баспаша түрі. Бас және кіші әрпі. Бұл Ғ әрпінің жазбаша түрі. Ғарыш. Ғарышкер. Ғимарат сөздері Ғ әрпінен басталады. Суретке назар аудар. Бұл ұста. Мұғалім, дәрігер, комбайншы деген сияқты ұста дегенде мамандық. Ұста түрлі бұйымдарды темірден, ағаштан жасайтын адам. Мұқият қараңдаршы. Ұста не жасап жатыр? Дұрыс айтасыңдар. Таға. Тағаны аттың тұяғына салады, е? Өте жақсы. Ендеше сөздерді бірге оқып көрейік. Үзбей созып оқимыз. Аға, 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 аға. Келесі сөз таға, таға, таға. Өте жақсы. Арнамызға тіркеліп, видеолар бөлімінен қарап көр.